Жалпы Америка контрасттар елі дегенді жиі қайталап айтып жүрміз. Сол дәл мына жерден көрінеді. Қазір біздің тұрған жеріміз Union Square деп аталатын Сан-Францисконың орталық алаңы. Көріп тұрсыздар, оң жағымызда Apple, ар жақта Louis Vuitton, мына жерде Macy's, сауда үйі, қымбат жерлер. Мына жерде жаңағы алаң, адамдар жиналып жатыр, той тойлап жатыр, жаңа пальмалар, шырша. Дәл осының қасында осы жерден көшеде өткен кезде ағарай Тендерлойн деген аудан басталады. Біздің бір кейіпкеріміз айтпақшы, ең бай жер мен ең кедей жер қатар тұр демекші. Сол ауданда Сан-Францискодағы үйсіздер шоғырланған. Ендеше біз қазір сол Тендерлойнға қарай барып, адамдармен тілдесіп көреміз. Тендерлойнға келген адам біледі. Мен қазір иісті экран арқылы бере алмаймын, бірақ қолқаны қапқан иіс ең бірінші келген кезде культурный шокқа ұшыратқан нәрселердің біреуі болды. Мысалы мына жатқан сұйықтықтың не екенін білмейміз, оны баспауға тырысу керек. Бұны айтып отқан себебім, мына иістің не иіс екенін түсінбейсіз. Бұл жерде жаңағы қаңғыбас адамның да иісі, нәжістің иісі, содан кейін марихуананың иісі, төгілген тамақтың иісі бәрі араласып, мына бір адамдар шыдап тұра алмайтын бір иіс береді. Алғаш осымен жүріп өткен кезде біз кәдімгідей аяғымызбен бір сірне басып жүргендей болдық. Көшелердің барлығы жуылады, бірақ бір қоңылтақ сіңген бір шырыш сондай жер деп сипаттауға болады Тендерлойн ауданы. Неге? Себебі бұл жерде 3,5 мың адам осы маңайда әр жерде ұйықтап, әр жерге дәрет сындырып, әр жерде тамақ ішіп, сөйтіп мына қаланың атмосферасын түсінді. Мен 30 жылдай кәсіби жиһаз жасаушы болып жұмыс істедім. Өзім ауылда өскеннен кейін көп нәрсені істей алам. Машина жөндей алам, машинаның жаңағы сырттан жасай алам. 2012 жылы мен басында біраз қиындықтар болды. Мен бір айдың ішінде шешем қайтыс болды, итім өліп қалды, жұмыстан шығып кеттім. Денсаулығыма байланысты. Одан кейін өз-өзімді жоғалтып алдым. Оның бір жағынан жаңағы тұрмыс тіршіліктің ұсақ түйегі бар, үйдің ақысын төлеу керек, жаңағы жарық бар, жылу бар деген сияқты. Соның барлығын мен көтере алмадым да. Мен көшеге шығуыма тура келді. Мен жасым 25-те, көбейту 2, қосу 5, яғни 55-те еуропалық нәсілді ержіністі Сан-Францискалық қауымдастардың бірімін. Осылай қаңғырып жүргеніме 18 жыл болды. Адам оған үйреніп кетеді екен. Тұратын үйдің де ыңғайы жоқ. Барлығы қымбат, сәл арзан болған күннің өзінде қоқысына дейін өзің төлейсің. Оған қарағанда кейде осылай жүргенді жақсы ма деймін. Түнде осы жерде ұйықтайсыз ба? Жоқ, Financial Districtке, Чайнатаунға жақын жерде орын бар. Сонда тұрақты бір орныңыз бар ма? Иә, менің бір досымның рестораны бар, сол ресторанның босағасында ұйықтаймын. Сіз қайда жұмыс істедіңіз? Мен Түрік көшесіндегі нашақорларды тәрбиелеу орталығында жұмыс істедім. Кейін өзім де сол
есірткімен әуестеніп, ақыр жұмыстан шығып кеттім. Мен өзім Оклендта туып өстім. Ұзақ жылдар құрылыс саласында жұмыс істедім. Кейіннен омыртқама зақым келіп, жұмыстан шығып кеттім. 5 жыл бойы арбада отырдым. Жақында ғана сол жұлынма операция жасады. Қазір жүруге қайттан үйреніп жүрмін. Мынандай бір сөз бар, бұл жердегі әрбір адам мен бомж болудың арасын бір ғана айлық бөліп тұр деген. Ал қазір бұл сөз тіпті шындыққа айналды. Не түсіріп жатсың, не түсірмесің? Қазақша білесіз ба не? Білемін да қазақша. Қаяқтан білесіз? Мен қазақпын ғой мен. А? Бір сұрақтарға жауап беріңізші. Не керек? Мысалға, қанша хоумлес бар? Көп па? Көп қой мен сияқты. Қанша дейсің ба? Сан-Францискода 16.500 хоумлес бар. Даже үйде жалдауға ақшасы жоқ. Соның 9.000-ын өкімет кішкентай шағын жатақтарда ұстап отыр. Көшеге шығармай. Тұрақты сол жерде тұрады олар. Қуыс бір үйлерде тұрады. Қалған қанша қалды? 6,5 мың қалды ма? О, 6,5 мыңның 3.100-і уақытша жатақтарда тұрады. Бір ай тұрып, шығып келесі кезегін күтеді. Бір апталық, бір күндік сияқты сондай. Сонда қалған 3.400 таза көшеде, осылай көшеде түнейтіндер. Енді олар деген кейбіреуінің шатыр тігіп алған, кейбіреу көпірдің астында, метрода, остановкаларда деген сияқты көшеде, осы жолдың жиегінде, соның барлығы сол 3,5 мың. Кедейлер арасында Америка тіпті бомждарына дейін ауыздарынан ақмай ағызып, ай сайын мыңдаған доллар төлеп отыр деген ақпарат естіліп қалып жатады. Біз бұны хоумлестердің өздерінен сұрап көрдік. Олар бұл ақпаратты теріске шығарды. Ондай әлеуметтік көмектер жоқ, тек қана тамаққа деп арнайы карточка береді. Ол ай сайын оған $183 салып тұрады. $183 деген ол түк болмайды. Мысалға, күніне ең аз дегенде $10 тамақ ішсеңіз, 20 күннен кейін ол таусылады. Ары қарай 10 күнде не істеуіміз керек? Сондықтан ойбай, мынау хоумлестерге қатты көмектесіп жатыр екен, бәленбай ақша бөліп жатыр екен деген, ол қатты бір шындық емес. Ал жатақтарға келсек, ол жерге барғаннан бармай қойған жақсы. Ол жерге барсаң, ана жерде қызметкерлердің өздері сенің заттарыңды алып қояды, саған әртүрлі қысастық жасайды. Жататын орын болмайды, орындықта отырып ұйықтауға тура келеді. Одан да осы далада жата берген жақсы. Калифорнияда хоумлестер санының көп болуын төмендегі 3 себеппен түсіндіріп жатады. Ол ауа райының қолайлылығы, үй бағасының және тұрмыстың қымбаттығы, сонымен қатар психологиялық ауытқушылыққа ұшыраған адамдар санының көптігі. Мен бұған 4-ші бір себепті қосар едім, ол туыстық қарым-қатынастардың әлсіреуі. Өйткені біз сұхбаттасқан адамдардың бәрі не жақындарынан айырылған, не олармен араласпайтын болып шықты. Отбасыңыз қайда? Отбасым жоқ, жалғыз өзім ғанамын. Анам 1 жыл бұрын қайтыс болды. Жасыңыз нешеде? 55-темін. Кеше 55-ке толдым. Өзімнен 2 жас үлкен әпкем бар. Бірде оны көріп қалдым. Шашы аппақ болып ағарып кетіпті. Шашың не қатырып алғансың ба деп әзілдедім. Үстем айтады, 3 бала өсірсең, сен де шашың өсіп ағарар еді дейді. Оның отбасы бар, 3 баласы бар. Менің жалғыз қызым бар, 39 жаста. 3 немерем бар, 2 ұл, 1 қыз.
Араласып тұрасыздар ма? Жоқ, онша араласпаймыз. Енді оның өзінің өмірі бар. 39 жас деген енді әлі жас қой. Әлі көп нәрсені түсінбейді. Мүмкін 50-ге келген кезде бір күні хабарласып, әке, кел десе көрерміз. Басқа не керек? Негізінде не себеп болады сонда бұлардың ондай бір мәліметтер бар ма? Мен енді ұмытып қалдым ол. Қазір мен қарайын қазір. Соткам қайда кетті? Қара. Сен де бір не бересің? Журналистсің ба неме? Бұл неге болады дейсің ба? 25% адамдардың, осы хоумлестердің 25% жұмысын жоғалтқасын болады, хоумлес болып кетеді, 25%. 18% жаңағы маскүнемдікке салынған немесе есірткі пайдаланғандар. 13%-ын үйден қуып шыққан, үй ақысын төлемаған немесе кредитін жаба алмаған, сөйтіп банк келіп үйін тартып алғандар. Eviction дейді оны. 13% сондай көшеде жүргендер. Енді 12% мынау досы айтқан немесе туыстар айтқан үйден кет деген. Сөйтіп үйіне ренжіп кетіп қалғандар. Сөйтіп жаңағы көшеде қаңғып жүргендер. 11% ажырасып кеткен, жаңағы махаббат тастап кеткен сондай адамдар. Сол, осы несі. Жақсы, рахмет. Көп біледіңіз. Жете ма? Ақша берен адамға.